Қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның оқырмандары. Қазір сіздерге дәл осылай, яғни екі аккаунт, бір постты, бір рилсті деген сияқты қалай сала алады, соны көрсететін боламын. Ол үшін сіздер жоғары жақтағы плюсик деген батырманы басып, видео рилс немесе публикация, яғни пост, сондай не салғыңыз келеді. Сол публикация жасайсыз. Кәдімгі обычный пост сала бастайсыз. Содан кейін мына жерде отметить людей деген тұрады. Сол жерде пригласить соавтора деген, соавтора деген басасыз да, и поиск. Яғни сіз кіммен бірігіп бұл пост салғыңыз келеді, сол кісінің аккаунтын осылай белгілейсіз. Птичканы басып, жазатын текстіңізді жазып, осылай хэштегіңізді қойып дегендей публикацияны жариялайсыз. Яғни кәдімгі публикация пост саласыз. Потом осылай астында приглашение стать соавтором отправленное, еще не принято деп тұрады. Келесі аккаунт иесі, ол сізді қабылдау, яғни осы отмеченный жерде приглашает вас стать деп тұрады. Потом принять приглашение деп ол кісі қабылдайды. И сол кезде сіздер бір публикацияны ол кісінің лентасында және сіздің лентаңызда ол пост пайда болады осылай. Соавтор болудың бір пайдасы, яғни взаимопиар дейміз ғой, екі жақтан бірлесіп сіздер бір пост саласыздар, екі аккаунтта белгіленіп тұрады жоғары жағында, яғни бір-біріңіздің аудиторияңызға кіруге, өздеріңізді таныстыруға үлкен мүмкіншілік. Бұл видео пайдалы болды деген ойдамын, сондықтан қазақша контентті қолдап, каналға жазыла кетіңіздер, лайк, дизлайк дейміз бе, сондайларды қоя кетіңіздер, ұнаса, ұнамады деп, ұнаса ұнады, ұнамаса ұнамады деп, сол жалпы. Қош сау болыңыздар.